біз республикалық ем орталықтарына жіберсек, қазір өзіміздің емханамызда барлық емді реабилитацияны жүргізе аламыз. Поликлиникаға туылғалы бері тіркеліп, бала күтіммен айналысудамыз. Дегенмен 2 жасқа толғалы невропатолог осы орталыққа жазды. Біз келгенімізге қатты қуаныштымыз, себебі кейбір анықталған аурулардың алдын алуға мүмкіндігі бар. Мысалы, психологтың кабинетіне барып, аутизмге бейімділігі бар деп еді. Балықтан бастап қарайды, психологпен бірге жұмыс істеп, дамып жатқан күнделікті сезіп отырмыз. Таңда осы МСК, яғни әлеуметтік медициналық сақтандыру кіргені байланысты, көрсеткіштерге байланысты кез келген науқас, сақтандырылған науқас қымбат тұратын тексеруден өте алады. Яғни компьютерлік томография, магнитті резонанс томография және де қымбат тұратын тегін өте алады. Бізде 21.789 адам тіркелген. Бізде бүгінгі салада 6 мыңнан астам ер кісілер, 12 мыңнан астам әйел кісілер және 3 мыңнан астам балалар, жас өспірімдер тіркелген. Біздің саламыз медицина көлемінде медициналық көмек арттыруында 20 жылдан астам жұмыс атқарамыз. Осы МС-тан бұрын біз 2014 жылдан бастап әлеуметтік ГОБМП арқылы медициналық көмек көрсетеміз. Екі категорияда біз бөліп қабылдаймыз. Оның біріншісі бізде шұғыл түрде, екіншісі жоспарлы түрде. Шұғыл түрде біздің қабылдайтын науқастарымыз олар бізде 18 жасқа дейінгі балалар, және де жүкті әйелдер, және де мүгедектер, бірінші, екінші, үшінші топтағы, және де алтын және де күміс алқадағы көп балалы аналарды қабылдаймыз. Ал бізде жоспарлы түрде қабылдайтынымыз бұл балалар 18 жасқа дейінгі және де жүкті әйелдер.